Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай TikTok'та хит болып жатқан қытырлақ картопты дайындайтын боламыз. Қалай болып шығатын видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен көлемі осындай 3 картопты сыртын ашып тазалап жуып, осы видеодағыдай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Ендігі кезекте картопымызды пісіреміз. Картопты жай салқын суға салып пісіре салмаңыздар, өйткені картоптың дәмі суға кетіп қалады. Дәл осындай қайнап тұрған суға салып пісірсеңіздер, картоп өз дәмін ұстап, тәтті дәмін бойында ұстап қалады. Жұмсарғанша жақсылап пісіреміз. Мінекей достар, картопымыз да пісті. Картопты шанышқымен немесе осылай пышақтың көмегімен көруге болады піскенін. Одан кейін барып дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Одан кейін міндетті түрде жүгері крахмалын салып, картопты қамыр илегенде илеп шығамыз. Менің видеоларымда осы каналдағы көбісі тіркелмей көреді екен, сондықтан тіркеліп қойыңыздар дегім келеді. Әр апта сайын тұрақты түрде 3 рецептпен шығарып отыратын боламын. Енді міне дайын болды, енді пісіретін боламыз. Дайын картопымызды алып, алақанымызға салып домалақтап, осылай қысып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Негізі майды қыздыруға қойған кезде барлығын домалақтап алып дайындап қойған дұрыс екен. Маған бірінші рет жасағаннан кейін өте ыңғайсыз болды. Май қызып қойғаннан кейін барып барлығын домалақтап салдым. Біраз уақытты алды. Сіздер олай жасамаңыздар. Мінекей достар, міне жасап көрдім. Осындай болып шығады іші. Пісіп шыққан кезде, майдан алған кезде бірден қытырлақ болып шығады. Сәл суығаннан кейін осындай жұмсақ болып қалады екен. Бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Өзіміздің отбасымызға ұнады. Қыздарым әсіресе қатты ұнады. Мама тағы да жасап берші деді. Сіздер де балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алда әлі көп рецепті шығаратын боламын. Ас болсын, сіздермен болған Гүлайым.